Сіз барлық бұқаралық ақпарат құралдары таратқан және газеттерде жазылған керемет шынайы оқиғаны тыңдауға дайынсыз ба? Бұл өте қызықты жаңалық. Баланың дүниеге келуі әр отбасы үшін маңызды оқиға. Біреулер оны асыға күтеді, ал біреулер қорқады. Армысыздар, құрметті көрермен. Сіздермен Әсия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, каналға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Бұл бейне ұнаса, соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандырады. Баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Миловице шағын қаласынан шыққан чех отбасында үлкен жаңалық болды. 23 жастағы Александр мен оның күйеуі Антонин бір баланы тәрбиелеп өсірген ең қарапайым отбасы. Олар үйінде балалардың күлкілері көп болса деп армандайды. Солай екінші баланы дүниеге әкелуді жоспарлағанда, олар егіз болуы мүмкін деп ойламады. Өйткені бұл өмірде өте сирек кездесетін құбылыс. Бірақ бұл жерде қыз бен оның күйеуінің отбасында егіздер болуы мүмкін екенін ескере кетсек, ал егіздердің көбеюі де мүмкін екен. Жас отбасы сәбилі болатынын білгеннен бастап, олар жүктілікті бақылау үшін үнемі медициналық тексерістен өтіп тұрды. Әрбір ультрадыбыстық тексеріліс баланың жынысы және құрсақ ішілік эмбриондарының санын тексергенде бұл жұпты таң қалдырып отырды. Бірінші ультрадыбыстық тексерілісте оларға бір емес бірнеше бала бар екенін айтты. Бұл туралы естіген ерлі-зайыптылар қатты қуанды. Шамасы, бұл отбасылық дәстүр бұл жолы да жұмыс істеді. Бірақ дәрігер Александраны қосымша диагностика жасауға шақырған кезде, сараптамада Александраның 4 баласы бар екенін көрсетті. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Және бірнеше айдан кейін ерлі-зайыптылар келесі ультрадыбыстық тексеріліске келгенде 5 баланы көрсеткенін білді. Бұл шынымен де ерекше оқиға болды. Александра бұл туралы білгенде қуаныштан да толқудан да бір уақытта жылай бастағанын мойындады. Енді балалардың туылған күнін күту ғана қалды. Бақытты әрі көптен күткен күн де келді. Олар бәрі жақсы болу үшін Прага қаласында босануды ұйғарды. Қызды босануға 40 дәрігер қатысты. Кесір тілігінің арқасында бәрі қиындықсыз өтті. Ерлі-зайыптылардың бір қызы және 4 ұлдары болды. Босануға қиындық келтірген жалғыз нәрсе кешіктірілген пойыз болды. Бірақ бұл жерде ерлі-зайыптылардың жолы болып, кешіккен пойызбен босану уақытына келіп үлгерді. Ал нәрестелердің салмағы 1300, 1000 және 500 граммнан туылды. Жаңадан босанғаннан соң кейбір келеңсіз жағдайларды болдырмау үшін дәрігерлер Александрадан бірнеше күн ауруханада болуды сұрады. Содан кейін олар бақытты ананы 5 баласымен үйіне жіберді. Бірақ бұл жас отбасында тұрғын үй мәселесі болды. Олар кішігірім ауылда өте қарапайым отбасында өмір сүрді. Бұл 5 баланы бағуға оңай соқпады. Бірақ достары, таныстары ерлі-зайыптыларға бірден көмектесе бастады. Ал олар туралы интернеттен оқыған адамдар балаларға ақша мен сыйлықтарды жібере бастады. Бұл жанұя бір ғана баланы тәрбиелеп, бір бөлмелі шағын пәтерде тұратын. Бұл пәтер бүгінгі 8 адаммен тұратын отбасы үшін ыңғайсыз әрі қиын болды. Жаңа баспана алуға да ақша жоқ болатын. Содан кейін жергілікті әкімдік бұл отбасыға ауданы 100 шаршы метрден асатын пәтерді сыйға берді. Ал бұл пәтер жақында жөнделген және жақсы жерде орналасқан пәтер. Ғалымдардың статистикасы бойынша Чехияда бұл 480 жылда бір рет болатын оқиға. Ал бүкіл әлемде бір отбасыда бірден 5 нәресте пайда болған 134 жағдай. 5 егіздің дүниеге келу мүмкіндігі 47 миллионға бірден келеді. Қазірде 7 жыл өтті. Балалардың дені сау және бақытты балалықпен өсіп келеді. Көпшілігі бұл жас отбасыны сынайды. Кейбіреулер өте бақытты деп санаса, ал бірі қызғанышпен қарайды. Кейбірі мұндай жауапкершілікті көтере алмас едік деп те ойлайды. Өйткені бір баланы тәрбиелеудің өзі қиын, ал 5 баланы бірдей тәрбиелеп өсіру ол үлкен жауапкершілік. Балалы үй базар демекші, балалармен бірге әр шаңырағымыз қуанышқа толы болсын. Достар, бұл ақпарат сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деп сенемін. Егер шынында да ұнап жатса,
лайк басып достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп каналға тіркеліңіз. Сіздердің кішкене ғана қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, мені шабыттандырады. Келесі шығарылымда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Асия.